Ақшам шерифлерiniz хайырлы olsun. Бүгін декабрьнің 13-і ве Қырым işğalının 1020 күні. Бүгін эфирімізде бөлек хабарлар. АТО аскері олған Қырым татары 7 жылға азатлықтан марум етілді. Как он мусульманин, я им верю. Надежда Савченко Дженкеверлернен музыкерелер кечере. Буду говорити навіть з чортом. Киевде Мечлис азалары чет-эл девлетлерінің элчилерінен көрішті. Ми всі знаємо, що ситуація дуже серйозна. Важно слідкуємо за тим, що робиться в Криму. АТО аскері олған Қырым татары 7 жылға азатлықтан марум етілді. Редван Абелев Украина сынырындан қанунға зыд шекілде бірлеріні кечмесіні тешкелі түвде шеклене. О ябанжыларға өлкеге кечмесіне ярдым еткен екен. Абелевдің адвокаты білдіргеніне көре ішінде тек бір олған делілі, фена олған кефиетлі аудио қайдыдыр. Қорыма тарафы шекетіні йоллаған 2014-2015 сенелер арасында Редван Абелев Украинаны Қырым батальонында қорчалағандыр. Арби әрекетлер иштиракчы статусыны алмаған, чүнки батальон бүтінлей дағытылған. Әлбетте обызлер иле женклешкен, sonra арби куветлер штабның yolbaşçısı берген эмирінден сон бізлер ато бүлігінден чықтық. Бұндан сон о пара қазынып өмір арқадашынен яшайды. Шымды ади инсанлар кебе яшай. О бұнын япмағана ақта білдірген. О мусульманы ве мен она инанам. Как он мусульманин, я ему верю. Украинаға дестек көстергені үшін бір айға сербестліктен марум етмек. Ишғал етілген Қырымның Ақшейх район махкемесі Силя ве Патлама жезлері сақланмақта қабатлап, Украина фальжысы Владимир Балухны яғалағандыр. Қанунға көре бұ жинайет үшін 4 елға апыске отыра білелер. Қырым ишғалінден сон Украина ватандашлығындан вазгечмегіні үшін жинайетінің избаты олғандыр. Балух декабрьнің 8-інде Ақшейх районның Серебренка көйінде яқаланған. Ноябрь 29-ында о өз evінің диварында Небесная сотня қарамаларының соқағы тақтаны ерлештірген. 2014 сенесінден берлі евінің даму үстінде Украина байрағы елпірей. Ахмежеттікі Киев район махкемесі рус адвокаты Николай Полозовның сорғыға чекілмесіне изін берген. Махкеме отырышы қапалы шекілінде кешті, қады Полозовның менфаатыны қоруған адвокатны içeriге кірсетілмегендір. Николай Полозов кеткені себебінден махкеме отырышында бұлынмаған. Адвокат Мejlis рейсінің муавины Ильми Умеровның ішінде қоруйчы статусындан марум етілді. Истиле алтында бұлынған Қырымда ялныз башына митинг кечірмесі себебінден фальжы яғалағандар. Сергей Акимов Русияның Анаяса Сукуну Ахмежетінің Ленин мейданында чыққанда яғалағандар. Онымен верабер полиция бөлігіне вақияны камераға чеккен Илья Большедворовды яқаланды. Себебі камеранен бұлынған кіші олғанда пикет ялныз башына кечірілгендір деп сайылма екен. Бізде Анаяса фарқлы шекіллерінде бозула. Эсас мадделер көресіңіз олар бізге насыл кефілліклер бере. Цензура чалыша бұтын сайтлар блокете. Бізлер Қырымда асла чалышмаған мемурларға қаршы нелер япамыз. Біз истеген, беклеген девлет yok. Махкемелер инсанлар үшін дегілде, акимиет үшін чалышалар. Москвада полиция Анаясаны оқыған 13 шақысыны яқалағандар. Девлетінің баш қануны күнінде фальжилер акимиет евы янында топлаштылар. Олар Анаясадан базы мадделеріні оқымаға істеділер. Оларының фікірінше бұл мадделер аққатыны ақсете. Полиция хадимлері есе башта бір итирас білдірмеділер, ләкин бірінші сатырларына ешіткен сон яқаламаға башладылар. Вся власть России принадлежит сильным. Акимет күчілерге айыт. Күчілерінің акиметі күчтен ғайры бір шейнен сынырланмай. Екінші мадде. Қанун зайыфлар үшін чалыша. Зайыфлар күчлілер тарафындан язылған қанунларны риайет етмеге кереклер. Күчлілер есе зайыфлар үшін язылған қанунларны риайет етмеге керекмейлер. Uygunlaştırılmаған митинг. Олды яғалаймыз. Тезже. Все, давайте, все. Быстрее! Быстрее!
Журналистлер Ахмеджит шehir сакинлері ве мусафирлерден олар анаяса күні байрам ақында не білдіргенлеріні сорады. Ну, я знаю только один Мен праздник. тек бір байрамны білем, бұл Сталин анаясасы күні, декабрінің 5-інде. Русияның ұныттым енді. Yok, bağışlanыңыз, мен мұсафырым, мен бұл байрамларыны білмеймін. Мен Украинадан келдім, білмеймін. Ну, Конституция – это закон. Анаясасы бұл қанун біз ona riayet etmek gerekmiz. Русия Федерациясының анаясасы күні bizim ақларымызны кефілдір, акимет бозған ақларыны. Николай Семенанын иши январь ортасында махкемеге теслим етілежек. Бұл ақта Украина журналистінің адвокаты Андрей Сабинин білдірді. Айтқанына көре Семенаға насыл үкім чықарачағыны тахмин етіп оламай. Ләкин шубесіз махкеме оны қабатлы деп таныйжақ. Қадылар прокурорлар тарафындан евелден азырланған үкімлеріні оқыйлар. Адвокатларға құлақ, асмайлар, топлашуларда оларыны динлемейлер. Андрей Сабинин терроризмде қабатланған ұғық құруйжы Эмир Усейн Кукунын иші ақында изат бергендір. Шымды оны бабалық аққындан марум етмек істейлер. Пытаются Весиқаларының сақтесіні япмаға істейлер, олар исе о баба олғанны танамаға ярдым етерлер. Ләкин СИЗОда болынған вақытта өз вазифелеріні беджермей. Менің еждешім Попковға Василий қызметінден телефон еттілер. Бойлы информацияны алмақ үшін изатлар алмаға істеділер. Яни балалар анасы весойларынен ағанен яшайлар о СИЗОда болуна. Ләкин о өз балаларыны ярамай тәрбие еті. Ләкин бұл ақсызлықтыр. в СИЗО, но тем не менее он ненадлежащим образом воспитывает своих детей. Украина халық депутаты Надежда Савченко өзіні ДНР ве ЛНР елбашчылары оларақ адландырған шақысларнен дерсін әсерлеріні азат етмек үшін көрішкендір. Кремльнің сабық мабюсы Минск форматында кечірілген музакерелерді иштирак етті. Оның сөзлеріне көре бұл оның тешібісі екен. Надежда Савченко ато зонасында женклешіп қанунға зыд шекілде жүмхуриетлерінің женкеверлеріне әсірлікке түшкенеді. 2014 сенесінің июль айындан бұл сененің майыс айына қадар Савченко Русияде апысты ятқан еді. О Украина ве Русия арасындаки yüksek саяси севедеки музакерелер асасында азат етілгендір. Мен күрешіп шейтаннен біле лаф етежем. Эбет мен бір-бірімізге атеш açқан шақысларнен бір софра башында отырдым. Ве оларға бақып шейтанны дегілде инсанларны көрдім. Чүнки олар тарафына ойле бақайдым. О шекілде бақсайдым, бізлер іч бір шейде анлашып оламаз едік. Мен инсанларнен лаф еттім. Сон оларны террорист, қатил ве сайре деп ат қоймақ керек. Украина халық депутатының қыз қардашы Вера Савченко өз Facebook сәфесінде yazғанына көре, Надежда та август айында Батькивщина фырқасындан шықмасынен бағлы ариза yazған. Фырқа азаларының білдіргенлеріне көре, олар Савченконың әрекетлеріні такбих етелер. О іч бір әрекетні бізлеріле ұйғынлаштырмай. Бұның үшін Батькивщина фырқасы өз бойына не саяси, не де башқа бір месулетні алмай. Bizim fikrimizce teröristlerden keçirilecek herhangi muzakere keçirilmesi ruhsatsız olmamalıdır. Türkiye'de yanı kutlevi yakalavlar İstanbul'da özbergen teraklardan son devletinin 11 kasabasında yasak etilgen Kurdistan fırkasına karşı mahsus operatsiyalar keçirildi. Neticede 235 insan yakalandı, olarını teröristlerge yardım etkeninde ve içtimai ağlarda darqatılgan media propagandasında qabatlaylar. Türkiye prezidenti politsiya xadimlerini şübelenmeyip hareket etmege çağırdı. Dekabrның 10'unda patlavlar neticesinde 44 insan elak oldu. Olar arasında 36 politsiya xadimi, 160'tan ziyade insan ise yaralandı. Terakt üçün mesuliyetini öz boynuna Kurdistan'ın serbestlik toğanı teşkilatı aldı. Verilmiş olan hakları kesinlikle terörle mücadelede kullanmaktan çekinmeyin. Bu hakkınızı kullanın. Eğer zalime merhamet ederseniz mazluma ihanet etmiş olursunuz. Asla zalime merhamet etmeyin. Американың журналистлер бойынша Қорыма комитетінің білдіргеніне көре, Түркия яқаланған журналистлер миқдары бойынша бірінші ерні ала.
Хусусан олар берген малыматларға көре декабрьдің бірісіне қадар дүнияда 259 журналист тапысты болуына, 81-сы есе Түркиеде яқаланғандар. Соңки екесіне девамында бірінші ерні тұтқан Қытай екінші сатырға тұшты. Сонра есе Мысыр, Эритрия ве Хабишистан кетмекте. Меджлис четел деветлерінің элчилерінен вақтынча ишғал етілген Қырым территориясында инсан ақларының қорчалав механизмлеріні музакире етті. Киевде Меджлис азалары четел деветлерінің элчилері арасында көруші болып кечті. Тafsilatlыca бізі мұхберіміз Эльвина Сидбулаева біле. Милли Меджлис ежнеби мемлекеттерінің элчилерінен көрішті. Олар арасында Бүйік Британия, Канада, Чехия, Полония, Гурчистан, Партакиз, Ведигер девлетлерінің векілері бар еді. Көрішів ишғалының нетижелері ве Қырым татарларының вазиеті ақындаки фильмнің тағзын әмесінен башланды. Фильм Атер телеканалы тарафындан азырланғандыр. Анда Русия тарафындан ишғалының бірінші күнлері мемори биналарының ве арби бөліклерінің запт етілуі ақында тариф етілі. Бұнен бірабер инсан ақларының бозылуы. Тахменен 20 инсан ғайып олды, олар арасында 8 кіші әляк олды. 30-ға яқын инсан аписте бұлынмақта, 70 бала бабасыз весаетісіз қалғандыр. Ми намагаємося, наскільки це можливо в таких сучасних умовах, максимально об'єднати зусилля щодо допомоги кримсько-татарському народові, Криму, оскільки є дуже багато викликів, на які не лише ми не знаємо відповіді, але не знає ще поки міжнародне співтовариство. Шукаємо разом виходи. Фильм 30-ға девам еткендір. Тағзын әмеден сон ежнеби мемлекеттерінің елчилері ойсты сұратлармен пайлаштылар. Ми всі знаємо, що ситуація дуже серйозна. Важно слідкуємо за тим, що робиться в Криму, і за тим, що робиться з кримським татари, і теж українці, які бувають на півострові. Так що надіємося, що в будуще всі партнери Крима будуть так консистентні, як сказати, в підтримці кримсько-татарського народу. Тедбірде Сима Бюсах темчи гозын адвокаты Николай Полозов иштирак етті. Оның мұражатыны сеслендірді, яғни Чигоз Қырым татар жұмхиетінің тешкіл етілмесі үшін қол тұтмаға чағырмақта. Бұнен бірабер адвокат Полозов Қырымда инсан ақларына аслы рәйет етілмегенini қайдеткендір. Поскольку дело политическое, освободить Ахтема Чайгоза может только политическое давление на Кремль. Только таким образом можно спасти как его, так и других, и крымских татар, и лиц других национальностей, когда вот всем миром наваливаются на злодея, в данном случае на Кремль, на Путина, может привести к позитивному результату. Тедбірде хал депутатлары ве Украина юқары шурасындаки инсан ақлары бойынша месулетлі олған Валерия Лутковска бар еді. О халқара миссия ақында сөз үрсетті. Нам необхідно влаштувати, принаймні, міжнародну присутність на території окупованого Криму, тому що інакше, скажімо так, важче, таким чином буде легше реагувати на певні точкові порушення. Це не має бути постійне представництво, тому що через деякий час ми теж можемо опинитися в ситуації, коли ми перестаємо довіряти міжнародному представництву якомусь. Але, принаймні, це мають бути місії, які можуть по тих чи інших питаннях приїжджати на територію Криму, моніторити ситуацію із правами людини і, відповідно, доповідати і міжнародним організаціям, і в Україні. Меджлис рейсі Рифат Чубаров ишғал вақтында халқара жеметлерден гуманитар ярдым көстермесі зарур олғаны ақында айты. Бұнен бірабер елчилер бүтін ешіткен малиматларыны өз мемлекетлерінің елбашыларына тариф еттіжеклеріне шандырдылар. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка, Лидия Полянска, Сан Иминов, Веслям Пинка, Заман, АТР. Ахмежетнің ишғалжа кеметі санкидерсін сакенлері ақ қазанғанлар дейрек елбаш нараты сатын алмақ үшін 7 миллионлық жүмертлік көстергендірлер. Бұл ақта Қырым пайтақтының Русия мемуриет елбашчысы Геннадий Бахарев білдіргендір. Оның сөзлеріне көре 5 ел қызмет етечек нарат Москвадаки истисалжылардан сатын алғандыр.
Сатын алынған наратымыз яны ишлеме ве технологиясы эсасында истисал етілгендір. Бұл бізлер таныған нарат дегіл. О панчалы ве оның сырф көрініші бар. Бұл бізім соңки хаберіміз еді. Атерелі қалыңыз, көрішкенше.